şatlanıp kuvan bugün tuğan günün kutlu bolsun bugünge tuğan günün estin gitmez keç bolsun bile dostlar жылына bir kelетін думан бүгін туған күнің жүргеніңде жалқымын тағдырыма тап болғансың жарқыным сені көріп қуандым шын жүректегі жұбанышым сөндірмеші жанарыңның жарқылын аласармасардағым ай орындалсын арманың ай туған күнің құтты болсын алтыным бүгін сенің туған күнің шаттаншын есте мәңгі осы керім шақ қалсын күрсінбеші күлімдеші менің күнім бүгін деші мұн өмірде сүрінбеші жарығым жұлдыздай боп жарқырашы көңіліңнің құлпын ашып тілегіңді берсін деймін тәңірім болсам дедім қуанышта қасыңда жырдан алқа тағынайын күліп атсын таңың дәйім алтыным ау бәрінен де қымбатсың сен дегенге әнім дайын қалауыңды орындайын туған күнің құтты болсын қымбаттым жырдан алқа тағынайын күліп атсын таңың дәйім алтыным ау бәрінен де қымбатсың сен дегенде әнім дайын қалауыңды орындайын туған күнің құтты болсын қымбаттым туған күнің құтты болсын қымбаттым туған күнің құтты болсын
Ассалаумағалейкум ұлы халық, сәлем сөздің анасы ұмытпалық. Сейілбек мырза басымызды қосып отыр, 50 жас мерей тойды құрып қалып, сәл кешігіп бастадық тойымызды, әрқайсымыз шаруамен жүріп қалып, күркіретіп жіберейік ал ендеше, дүркіретіп шапалақ, ұрып барып бір дуғыл шапалақ құрмет, қошемет болсын қадірмен ағайын. Жаным сен жылып алдың, бәрекелді шапалақтарыңызды сатып алғандай болдық қой, бір дуғыл шапалақ болсын қадірмен ағайын. Той иесінің құрметіне. Келген жамағатіне алдарыңызда бүгін Сейілбек бауырымыз 50-ге келіп, ғасырды 2-ге бөліп отыр екен, ендеше келген жасы құтты болсын. Алдарыңыздағы дәм тұзға бір үлкен дастарханға үлкен бата керек. Батамен ел көгерер, жаумен жер көгерер, өлеңмен сөз көгерер дейді атап қазақ. Келіп тұрмыз үлкен дастарханға үлкен батаңызды берсеңіздер, мұсылман ағай илахи әумин алақан жайыңыз. Құрметті қонақтар, дастарханның айлығын берсін, денің саулығын берсін. Мына бүгінгі Сейілбек пен Айзатаның қайырған дастарханы осы қызықшылық 50 жасы, тағы да 50 жасқа тола берсін. Екеуінің басы бір жасқа қардай берсін. Әумин айтқаныңыз келсін. Ал қадірмен ағайын, алдыңызға ас қойдық, 2 қолды бос қойдық. Көп нәрсе болса да ойымызда, сөйлейміз шақтап қана бойымызға. Жиылып біздер келдік, той иесі құтты болсын айтуға, тойымызға деп бір дуғыл шапалақ болсын қадірмен ағайын. Тойға келген жамағат, бәрі сізге арналады. Бүгінгі мына тойыңа қуаныш құрып салтанат, қарындылар шалқалап, дарындылар қалқалап, дастарханға жайғастыңыз, алдыңызда дәм тамақ. Ас атасынан анап, мал еттен әр бөліп, тәбетіңе таңдап, шоколад, мармалад, қалауынша қармабап, жаяменен жалданап, қазменен, қартадан, қымызбенен, сорпадан өкпе той құтты болсын. Ал енді қадірменді ағайын, құрметті меймандар, қазір енді мына тойымыздың үлкен басты сөзінен бастасақ, мен ортаға бүгінгі тойымызға өздерінің ақ тілек, ақ ниеттерін арқалап келіп отырған Шәді ағамыз бастап, Гүлмира жеңешеміз қоштап, Ақмарал ханымды, Ғалым, Әлия, Нұржан және Нұржан есімді меймандарымызды дуғыл шапалақ құрметті қошаметпен ортаға шақырайық. Келе қойыңыздар. Әліңіздің тойы құтты болсын. Баяғыда біз кішкентай кезімізде 50 жас десем үлкен ата болып көрінеді. Енді өзіміздің құрдас болғаннан кейін 50 жас десе жап-жас жігіт сияқты көрінді. Түріміз ондай береді, көңілім жас деп қой баяғыда бір адамыз. Сол айтпақша құтты болсын, бастаңыз. Құрметті асылы, мына бүгін қос бергенде рахмет. Ал айналайында Сейілбек, міне кеше ойнақтап жүрген кішкентай жасы деді. Бұл өзі оза тұрғандардың біраз білсе, біраз білмейтін шығар. Мен Сейілбекті 5-ші класстан бастап мен өзім қолыма алып едім. Содан бері қарата әлі міне бұл Алматыда күнде дейді ойладым. Мына негізі қазақта бір сөз бар. Топырақ қай жерден бұйырса, сол жерден болады демекші. Міне дәм тұзымыз қазіргі тау жүрген осы еңбегіміздің бәрі осы Алматыда болып жатыр осында. Қарап отырсақ, осы біздің ауылдастар, мына ағайын туысқандар, туғандардың біразы қазір өзі осы Алматыда. Ал енді Сейілбек, мына 50 жасың құтты болсын. 50 жасына тағы 50 жас жасап, не айтып не қойғанын білмей, Айзатаның миын тағы да ашты берді. Өмір жасың ұзақ болсын, мына өсіп жатқан боташының қызығын көріп, соның ұл қыздарын, немерелерін, шөберелерін сүйе бер. Әр уақытта мына жолдастарың көп болсын, осындай жолдастарың азаймасын, дастарханың тек қана жақсылық пен қызықшылыққа жайылсын. Сен Айзада екеуіңе үлкен бақыт, жақсылық тілеймін. Рахмет.
Назеке, құтты болсын туғаныңыз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Айзала, үлкеніңіз бір жаста қартайып, 100-ге келе беріңіз. Той болсын әрқашан. Сейілбек, бүгінгі мерейтойы құтты болсын. Денің сау болсын, өмірде бар жақсылық тілеймін. Айзада екеуің бақытты ғұмыр кеше беріңдер. Отаның сылшынап бөленіп жүре беріңдер. Әрдайым аспандарын ашық болып, отбасыларына береке ынтымақ тілеймін. Ал құрметті 69-дар, 50 жастарыңыз құтты болсын. Жоқ, мен Сейілбекке қарағанда жаспын. Бір күліп отырсайшы, жаққа тұрсай, саған айтып жатырмын ғой. Ал Сейілбек бүгінгі 50 жасың құтты болсын. Ауырма, мені қайтып екеуің ұзақ ғұмыр жасаңдар. Оташқаның қызығын көріңдер. Тағы да осы 50 жастың 45 жасын жасауына тілектеспін. 50 жастың 45 жасы деген түсінбедім мен. 95 енді тағы да 45 десеңізші бір дуғын шапалақ қосып қадым еді. Бұл енді қазір өздеріңіздің алдарыңызда сәкеге тілек тілеп тұрған нағашылар. Бір тұтып қадірлеген нағашыңды, ол сенің сыйлағаның анашыңды, нағашы жиі болып сыйласайық, бұл өмір сонысымен жарасымды деген міне жарасымды өмірмен нағашылар алдарыңызда. Мына жиен ел болмас, желге ас болмас дейді қазақ. Дегенмен де жиенеге ел болмасы малы болса, желгенеге ас болмасы майы болса дейді. Ендеше желгесі майлы, өзі малды, жиеніңіздің туған күні құтты болсын. 10 жас көңілге қонбас періште жас дейді. 20 Сейілбектей жігітке ұйымба, 30 оттай қыз орданы бұз деген жас дейді. 40 әлі жігіт деген жас дейді. 50 50-ге келу, ғасырды 2-ге бөлу деген жас дейді. 60 Шерхан ағамыз айтпақшы әлі тал түс деген жас екен. 70 алдымен жет, сонан кейін піс деген шигі жас дейді үші. 80 Айзада ханым рұқсат берсе бір тоқалға жетсем деген жас екен. 90 әлі патсан деген жас екен дейді. 100 Жамбыл атамыз сияқты ойында бір қыз деген жас екен. Ендеше сол Жамбыл атамыздың жасы беріп ойында сол қыздың ойлап жүре берсен не болса да рахмет тілектеріңізге, рахмет ниеттеріңізге. Тұра тұрыңыздар, мен сіздерді жіберген жоқпын әлі. Әлі конверт беру керек бұл жерде. Ана конвертіңізді ұмыт кетпей беріп алыңыз. Шайдың көркі заваркіден, тойдың көркі подаркіден конверт алады, ешкім жоқ болса маған бере берсеңіз бола береді ешкім. Ал енді мына тойға келгеннен кейін той сонысымен қызық кішкене бір билеп бар орныңызға жайғасып алыңыз. Üzülgenді жалғайды, жамандыққа бармайды, жақсылықтан қалмайды дегенде осылай нағашыларымыз. Ал қадірменді меймандар, алдарыңызда ас-судан алып ішіп жеп отырыңыздар. Той тойғыласын, қуаныш жақсылықтарға жалғаса берсін. Қазір енді өздеріңіздің алдарыңызда құрмет ұлдарыңыз орындауға бір ән шашу қабыл алыңыздар. Thank you.
Жыр тербеп масатыдай мақпал келді, қазағым қуанатын шақтар келді. Асық емес ойлайтұғын аураспа мен батырдың несібесін бақтан берді, ханның да несібесін дақтан берді. Түлкінің түгі бүгін төбемде тұр, қасқырдың ажалына қақпан берді. Осы қойды қойсанға деп жүргенімде ізімнен самындаған хаттар келді. Ағайын алдыңызға тағы келдік, ойнатып омыралап бақтан келді. Белгілі таң атпаса түсе алмайды, ашылды соғына тұсаулайды. Түрмеден өз еркіме шықпағанда тауықтың қорасынан түсе алмайды. Етікшінің баласы екі алса да мұғалімнің баласы үш алмайды. Әншіге тойға келсе шапалақ керек, қиқу керек, қиқусыз қарап ұстап ұша алмайды дейді десе. Әншілеріңізге алақандарыңызды аямай, қаттырақ бір соғып қойсаңыздар білдірген. Өнер сатылмайды, өнер тек қана бағаланады. Ал өнерді бағалайтын өздеріңіздің аялы алақандарыңыздың қағысы. Ал олай болатын болса, қадірменді ағайын, құрметті ханымдар мен мырзалар, алдарыңыздағы ас судан алып ішіп жеп отырыңыздар. Бүгін міне Айзада ханым өзінің Сейілбектей жұбайына арнап өздеріңізге дастархан жайып отыр. Ендеше сол дастарханнан ауыз тиіп отырыңыздар, той-тойласын. Қазір енді мен ортаға тағы да осы бүгінгі кешіміздің қадірменді меймандары, яғни енді кішкене Сәкен айтпақшы служу қайын жұрты болатын Гүлнар қайын әпкесі, Гүлжамал Түзелбек қайынысы және Әбді Ислам есімді меймандарымызға дуыл шапалақ құрмет қожаметпен сөз берсек. Ал тілек ниет өздеріңізден бастаңыз. Сейілбек туғаныңыз құтты болсын. Денің сау болсын. Айзада екеуін өсіріп отырған, оташқаның өсіп-өрген барлық тойын ішінде осы достарымен, бауырларымен тойлап жүре берейік. Барлықтарыңызда осындай жақсыда 59-да 50-ге отыр ғой. 50-ге келгендері құтты болсын. Бүкіл 69-дан еді. Біздің Сейілбектің туғанына құдағатса бастап отыр. 69-дан дендеріңіз сау болсын. Барлықтарыңызға жақсы тілеймін. Өсіңіздер, өріңіздер. Сейілбек, мына 50 жасың құтты болсын. Өмір жасың ұзақ болсын. Айзада екеуі бірге қартайып, өздеріңіздердің үлкен қызықшылығын көріп, теміршал болып, немере шөбере сүйген үлкен отбасы болыңдар. Қандай осындай жақсылыққа шашылсын, жолдастарың көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын. Міне қашанда жолдарын ашып, өмірде деген мақсаттарға жетіңдер. Бәріміздің басымыз бүтін елдері сау, аманымызды шақырып жүрміз. Мынау көктемнің алғашқы мерекесі баршаңызға қуаныш етеміз. Мына қыз-келіншектер анына келе жатқан 8-ші марттың ауқымды мерекесі құтты болсын. Әрқашан елдері сау болсын, шақырып жүріңіздер, жүздеріңізден өтпесін. Осы күні қыздарымыздың кішкентай қуанышын бөлісіп, шақырып аманымызды жүріңіздер, сіздеріңізбен сыйласып шақырып жүрейік. Ассалаумағалейкум, құрметті бүгінгі кешке жиналған қауым. Ал Сейілбек аға, бүгінгі туылған күніңіз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын, деніңіз сау болсын, аспаныңыз әрдайым ашық болсын, басыңызға Алла бақ берсін, астыңызға Құдай тақ берсін, жүзіңізден Құдай әрдайым күлкі кетпесін, биік белестерді бағындырыңыздар, бақытты күндеріңіз көп болсын, барлықтарыңызға бүгінгі мереке құтты болсын. Көктемнің алғашқы мерекесі, қыз-келіншектердің құлпыратын мерекесімен бірге келген туылған күніңіз тағы құтты болсын. Жүзіңізден әрдайым күлкі кетпей, отбасыларыңызда әрдайым шаттықта мерекелі, берекелі күндер көп болсын. Қазір
ешқашан тойға құр қол келмеген негізі. Мына жерде қайын жұртыма, қайын жұртыңыз бажаларыңыздың атынан бір тайымыз бар еді, абылыңыз. Қыздар да жездесіне бір тілегін айтсын, иә? Шабалақта қоймасаңыздар сөйлемейміз дейді бұл қыздар. Келе қойыңыздар, қанағымыздар, ал бастаңыз. Қарындастарым. Тимбек аға, бүгінгі туған күніңізбен құттықтаймын. Деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын, тек қызығыштар бола берсеңізде бақытты болыңыз. Ең бірінші байлық денсаулық, деніңіз сау болса барлығы болады. Айзада екеуміз бірге бақытты ғұмыр кеше беріңіздер. Отанның қызықшылығын көріңіз. Тек қана жақсылық тілеймін. Аға туылған күніңізбен бүгінгі туылған күніңіз құтты болсын. Алла тағала сізге ұзақ ғұмыр берсін. Әпшем екеуіңіз әрдайым бірге бақытты да баянды өмір сүріңіздер. Тек қана отбасыларыңызға жақсылықтар бола берсін, Алланың сүйген құлы болыңыз. Тек өміріңіз жақсылықтан болсын. Жанашырым мана, дарашырым мана, барасылым мана, жырағымсың, бақпанымсың әке, сорбағымсың әке, қорғанымсың әке, жырағымсың. Ана, аяулым өзіңмен мақтабамын. Ана, мен сені меккеге апарамын. Ана, биікке самғайды баптағаным, шырағымсың ана. Кішкене қозым, сондықтан ренжімесіздер. Өмірге келген анамыз болғандықтан, сондықтан мен анаға да әкеге де барша алсын жайдым. Сол үшін де әйелсің. Бәрекелді, ал енді кетпеңіздер, сіздерді жіберген жоқпын. Енді тойға еще бір би әкелген шығасыздар, иә? Ендеше маэстро ортаға.
менің қарынасы бір ана туралы тамаша бір әнді бастап берді. Ана деген өмірдегі бастуға, анасы бар кәрінің де жасында. Жұмақ жатыр біле білсең ағайын, аналардың аяғының астында. Өзі барда көңіл күйге бөленді, қабыл алшы саған айтқан сәлемді. Бір қолымен тербетсе бесікті, бір қолымен тербетеді әлемді дейді. Ендеше бір қолымен бесік тербеткен, екінші қолымен әлемді тербеткен аналарымыз аман болсын, ақжаулықты аналарымыз, ақсақалды аталарымыз аман болсын. Осы негізі мына адамға анадан артық қамқоршы жоқ. Анадан артық қамқоршы жоқ. Балаға анадан артық қамқоршы жоқ. Баласы қаншаға келсе де анасы соның күйін күйттеп, соның жағдайын ойлап отырады. Бір жігіт қызын ұзатып жатыр екен, сөйтсе қызым қимайды дейді. Досымен 50 грамм ішіп жылап жүр дейді. Көршісімен 50 грамм ішіп жылап жүр. Құдасымен 50 грамм ішіп жылап жүр. Өзі ішіп жүр дейді. Өзі жылап жүр. Бір жақтан енді сені қызымды алған. Сөйтсе 90-нан асқан шешесі бар екен, әлгі ұйықтап жатқан баласының үстіне одеял жауып жүр дейді. Байқұс балам бағана бері неменеге жылап жүр десе, ұйқысы келіп жүрген ғой деп айтады дейді. Сол айтпақшы анадан артық балаға қамқоршы жоқ. Ендеше қазір ортадан тағы да осы аналарымыздың құрметіне сонау 70-ші жылдары шыққан бір тамаша апа деген бір ән бар еді. Қабыл алыңыздар, қайсы қыздарыңызды орындап. Şoğullarınıza şans konuşlarınızlar. Yerde bağlamınız mağam varınızlar. Sizler orkestr, men dirijor. Men hazır buna mikrofonu qanchalik büyük soğam. Sizlerde
соншалық боласыздар. Келістік пе? Дайынсыздар ма? Ал, бастаймыз. Қазаға ет. Келіңіздер. Вроде бы может сияқты еді. Жарайды, айтқаныңыз болсын. Егізі ұлы жүзде жалайыр бастайды. Жалайыр алма. Әлімде бақыт білене отыр. Әумин айтқаныңыз десін. Ал алдарыңызды арасын алыңызды. Көріп жүрген теледидарда көріп жүрген программалар басталардан бұрын бір музыкалық саундтрек қойылады, сосын әлгі программа басталады. Қазір сол программаның саундтрегін қоямыз, музыкасын. Соны тапқан адамға сыйлық болады. Айзада ханым қайдасыз? Ана сыйлығыңызды дайындап тұрмыз, қазір тапқан адамға өзіңіз апарып бересіз. Ендеше, ал кеттік, бірінші программа, мынау қандай программа? Қол көтеріңіз. Бірінші өтірді айта қойыңыз, қандай программа? Маңыздысы, миллион теңгеге барды мына жаққа бір сыйлықпен. Бүгінгі кеште өзіңізге арналған тамаша сый қабылдаңыз. Ал кеттік, келесі программа, қандай программа? Қол көтеріңіз. Бірінші өтірді айта қойыңыз. Маңыздысы, нағызға бір сыйлығыңызға алып беріңіз. Айзада ханымның керемет сыйлықтарын білемін. Керемет сыйлықтарын өздеріңізге бұйырсын десеңізге мына ойынға атсалысып отырыңыздар. Келесі программа, қандай программа? Мен өзім отыр, қаракайқа бір сыйлық болсын. Ой, анауыңыз тоғышесіз ба, кешесіз өзіңізді істейді. Ал кеттік. Келесі программа. Қол көтеріңіз. Айталыңыз. Қалай? Балапан? Балапан әместі мына қыздарыңыз айталыңыз. Молодец, деревья дураков, каламбур, нағыз сыйлаңыз. Каламбур. Ал кеттік. Келесі программа. Келесі программа. Дұрыс, ауызыңызды сөйлеңіз деген программа. Нағыз дейміз. Дұрыс давай. Жоғары сонда айта қойыңыздар еді. Бағаны таппадыңыз. Молодец егесіз. Спокойный ночи, молодцы. Нағыз жеңгелеріңізге сый болсын. Молодец! Что у тебя когда наши где посылку? Серый доктор, развитки. Аренда.
тыныштықтың бәрі де қанағаттан. Мен кепілмін сөзімді қостарыңа, жақсылықты тұздық қып достарыңа. Бірде қылдық етсе де бірде сылдың дос жетпейді де ойлы достарыңа. Адамға бар қызығы асқанама, жоқ па әлде киімнен басқанала. Жар жетпейді де ойлы жұбайыңа, үй жетпейді де ойлы баспанаңа. Өмір емес кемсілер қомсыларың, әр уақытта төрешің болсыларың. Шықпай жатса көңілден шықпай жатсын, тамаша бір жандарда қомсыларың. Әйтеуір құламасын бәйтерегің, шамаң жетсе сүңгіп көр ой терегің. Шүкір дегін Аллаға, тәубе дегін, жаманырақ болғанда қайтер едің демекші. Қадірменді ағайын, осы күнімізге Алла Тағалаға шүкіршілік етейік, жаратқанға тәубешілік етейік. Еліміз аман болсын, жеріміз аман болсын, тыныштық заман болсын. Сейілбек мырза 100-ге келсінде бір ду бол, шапалақ болсын. Сейілбек мырза, сіздің кішкентайдан келе жатқан жанама атыңыз Сейго екен, бұл жерде. Сейго деп жазып қойыпты деді. Сейілбек мырзаның аға інілері Қазыбек Ақмарал аға жеңге дейді, Мейірбек Замира інәкеліні, Нұрбек інісі Серік Әсеп күйеуімен қарындасын туғыл шабалақ. Құрмет, қошаметпен, ортаға шақырайық. Ал беріңіздер. Сезімімді бағала, жүрегімді өзен санала. Бәрекелді, бәрекелді. Мына бауырларыңыздың мерейтойы құтты болсын. Ал, бастаңыздар. Туғаның құтты болсын. Жасыңа жас болса беріп 100-ге келді. Елің сау болсын, ауырма достарың көп болсын. Өсіп отырған қызыңның қызықшылығына тоймай жүре бердім келін екеуің. Бір жаста қартайыңдар, достарың көп болсын, дұшпандарың жоқ болсын. Құрметті қауым, алдарыңыздағы досты алып отырыңыздар, шүк жеп отырыңыздар. Осы 100 жасап Боташтан тойында немере шөберегі Айзада екеуің тек қана жақсылықтарына келейік. Осы үйде той көп болсын, достарың көп болсын. Барлық жақсылық, әлемдегі барлық жақсылықты сыйлайды отбасына. Насеке, қоғамымыз болсын, өмір жасыңызға болсын, денсаулығыңыз береке. Жеңгеміз бақытты отағымыз ойбек жүреді. Достарыңыз көп болсын, жастарға қызықшылыққа жайсын. Қоғамымыз көп болсын, 100 жасамыз. Бүгінгі қуанышқа жайып отырған дастархандарыңыз жасыққа тойға жайылсын. Ағай, туған күніңізбен деніңіз сау болып, әрқашан Алла назарында жүріңіз. Мына Боташқан қызына тоймай, болмаса бұдан да үлкен дастархандарда ас болса. Деніңіз сау болсын, отбасыңыз аман болсын. Жеңшембекіміздің жастық артайып, болған ойында жүре берейік. Той көп болсын, деніңіз сау болсын. Аға жеңге, бүгінгі 100 жасыңыз құтты болсын. Осы 100 жасың тағы бір өтесейдіңіз. Дастарханымыз осындай қуанышқа кеңінен жайылып бола берсін. Өзара достарыңызбен қалай туғаныңыз аман болсын. Сол куәгер болып жүре берейік. Тілектер, жақсылық тілектер айтып жатыр. Соның бәрі періште болған болсын. Біздің ортамызда бір ойнауымызға жүре беріңіз. Қызықшылығымызда әрқашан бас қосып жүре берейік достарымызбен қосып. Ортаның әр қызықшылығында бұйыртса сізге Алла Тағала соны көруге жазсын.
ömür жасыңыз ұзақ болсын, айтқан себебімізді біліп, қойып, жүре беріңіздер, ömür жасыңыз ұзақ болсын. Сол ғана тілейміз. Қош келіпсіз. Бүгінгі туғаныңыз дос, жасыңызға жас болсыңыз, ешқашан ауырмаңыз, сізге ашық аспан, мол бақыт. Ең бастысы денсаулық тілейміз. Осы отанның қызықшылығына тоймай, өстіп арамызда ойнап жүре береміз. Мәңгі жасыңызға. Болды ма? Қосыламыз ба, иә? Бәрекелді. Ал енді тағы да бір үлкен тілектің кезеңі де келе ғой. Жанбота қызы Сәкеңнің өзінің папасына деген тамаша бір ақ тілек, ақ ниетін жолдап сыйлады. Айтамын. Папа, туған күнімен ең сау болсын. Ең басында Сен толқып кеттім. Сендей папам барына мен мыңда бір шүкір айтамын. Осындай әке болса, әр адамда болса, мен мақтанамын осындай әкем барына. Ең бастысы деніңіз сау болсын, аман болыңыз осындай. Аман сізде аман болыңыз. Осындай ата-анам барына мыңда бір шүкір. Мен осындай дәрежеге жеткізіп, осылай оқытып, мен осы күнге жеткізген осы әке-шешеме алғысым шексіз. Ең бастысы аман болыңыздар. Сіздерді қатты жақсы көремін. Туған күніңізбен қатар 50 жасаңыз. Иә, өмір бақи. Мен сіздерді әлі өзім ауылға жетелеймін. Ай, молодец. Енді бірақ сен жыламай енді. Папаң армияға кетіп бара жатқан жоқ па? Әрқашанда ата-анамның ортасында өстіп жайнап жүре берейін деп сондай бір тілегі. Енді қазір бір әннен бұрынна меймандарымызды конверттергізіп беріп отырсыз. Ұмыт кетпеңіз, үйге барып, ой, бұл конвертті ұмыт кеттім ғой деп жүрмеңіз енді. Конверттеріңізді беріп алыңыздар, сосын бір тамаша бір би билеп барып орындарыңызға жайғаса қойыңыздар, сосын өзінің папасына деген ақ ниетін жаңа енді сөзбен жеткізе алмаса да өлеңмен Жанбота жеткізем деп отыр. Қабыл алыңыздар. Ал маэстродар, би осылар.
болсын. Қуаныш жақсылықтарға жалғаса берсін. Бүгін Сейілбек мырза кәдімгідей 225-ке толып отыр екен. Құтты болсын. Мына әркім әр жерге әртүрлі мақсатпен кіреді ғой. Бүгін мына Шығыстанға мейрамханасына кіріп отырған себебіміз Сейілбек мырзаның 225-ін тойлап отырмыз. Бір ду ол шабылып қосылады. Сол айтпақшы, кухняға кірсең, нан соғып шығасың, бильярдқа кірсең, шар соғып шығасың, роботыға кірсең, мөлейіп шығасың, раддомға кірсең, көбейіп шығасың, моншаға кірсең, таза болып шығасың, саунаға кірсең, баша болып шығасың, лекцияға кірсең, біліп шығасың, циркке кірсең, күліп шығасың, гаражға кірсең, мініп шығасың, бір күн ертелік үйіңе командировкаға келсең, бөтен біреуді қуып шығасың дейді. Ал енді осындай тойға келсең, ең алдымен бәрінен аман қол алып шығасың, үлден оранып шығасың, өткен-кеткенге оранып шығасың, билеп тер алып, дәмдастардан жем алып, от души бір дем алып шығасың дейді. Ендеше от души дем алып отырыңыздар, той болсын. Қазір енді мынандай бір ойын ойнайық. Айзада ханымның сыйлықтары Құдайға шүкір жеткілікті екен. Айзада ханым, сыйлықтарыңызды дайындап отырыңыз. Қазір мынандай бір ойын болады. Мен мына қазақша мақалдардың орысша нұсқасы бар. Енді прямой дословный перевод емес, былай косвенный. Соны орысшасын айтамын, қазақшасын тапқан адамға Айзада ханым өзінің сыйлығын береді. Келістік па? Қол көтереміз, өзің барып, жауабын айтасыздар. Бірінші мақал. Орысшасы. Если можно суойна қоныш деген қандай мақал? Қазақшасы. Бәрекелді. Қолдан келсе қонышыңыз. Молодец. Қолынан келсе қонышыңнан бас. Айзада ханым жүрегенге бір сыйлық болсын. Музыканы қоятын кішкене. Когда апап атпадай дома хлю-хлюлайып дейді ол не. Мына жігіт бірінші көтеріп қойды, айта қойыңыз. Ит жоқта шошқайды. Молодец. Ит жоқта шошқайды. Айзада ханым, мына жаққа қараңызға жігітке. Енеңізге өзіңізді тамаша сыйлығыңызды. Болды, мына жігітке келіп қойды. Ал келіп. Келесі мақал. Гоняешь 5 козлов, свистишь на всю Европу дейді. Сізден айттыңыз, мына сізден сұрайын, айта қойыңыз. Молодец, мына қызға бір сыйлық әкеліңіздер. Айдағанның месешті. Сыйлығын дұрыс берді айтшы. Не дейді, о дейді. Очень біледі екенсіз. Кет. Ты, Мажова, говори, змея выходит из ноги. Айман задеді ғой, қол көтеріңіздер. Мына кісі спокойно қол көтерген адамдарға беремін. Айта беремін. Жылы-жылы сөйлесең, жылан үнінен шығады дейді. Келесі мақал. Чем золотая башка жены лучше бедрового мужа. Айтып қойдым да, айтпағанда кім бар? Айта берген. Жарайды, ішім білмейді. Алтын басты әйелден мақал басты еркек атты. Молодец, алтын басты әйелден мақал басты еркек атты. Артық мына жерге тағы сіз өзіңіз мектепте отличник болдыңыз ғой деймін жүрді. Бәрін алып жатырсыз ғой. Молодец, әне сыйлығыңызды ала қойыңыз. Келесі мақал. Когда петух слепой, он вообще тупой. Кім біледі? Қол көтеріңіз. Когда петух слепой, он вообще тупой. Жарайды, сізді қоятыңызға. Durmaya koymuş. Bilesizler mi maqalda? Когда петух слепой, он вообще тупой. Соқыртауға бәрбейді. Молодец, соқыртауға бәрбейді. Қаладыңыз кімге?
сыралға алдыңыз. Айтамыз. Кейін тоқалдар шөмшалып қоғандар. Кейін келген тоқалдар шөмшалып қоғандар деген мақалдың орысшасы «Вчерашний тоқалы поднимает сами бахалы» болып шығады. Когда тоқалға нақалға, бәйбіше нужно сыралға. Прямой дословный перевод, примерный перевод. Когда тоқалға нақалға, бәйбіше нужно сыралға. Енді бір жерде жаңа Айзада ханым айту бойынша біраз мұғалімдер болу керек. Айтыңыз. Дамира ханым, айтыңыз. Өнер ұялысы, қазақтың мақалынан ұялысыздар ма? Когда тоқалға нақалға, бәйбіше нужно сыралға. Неге шешіп айтсыздар? Тоқаласам алмасам деп. Негізі тоқал деген баяғыда болған, қазір тоқал менде 50-ге келдім, құдай қашан тоқалым жоқ. Бір данышпан адамнан сұрақты дейді. Екінші әйел алайын деп едім, соны алсам бола ма десе, ана данышпан адам айтады дейді ана жігітке. Әй бауырым, өзі ойлашы, сені бір ит талаған жақсы ма, жоқ екі ит талаған жақсы ма dedi. Тоқал тоқ жейді бәйбіше. Тоқ жейді. Бәрінің аппетитін шығып тұрсыз ғой? Ол емес. Ол емес. Ал табамыз. Әлемді бір жақсы бір сыйлық беріңіз, жақсы бір сыйлық. Кітап емес, блокнот. Нота Бог деп жазып тұрен, нота снот көресін. Тапқан адамға бұйырады. Осы мақалды. Когда тоқалға нақалға, бәйбіше нужно сыралға. Қазір 5-ге шейін санайын. Таппасаңыздар, үш адамға бересіз. 1, 2, 3, 4, 5. Таппадыңыздар шәке. Мына сыйлық сізге. Жауап жоқ. Жауабы просто кішкене ойлансын деп отырмын сіздерді. Таппадыңыздар қайда салайын. Тоқал мықты болса бәйбіше байлап безер деген мағына бұл. Тоқал демекші бір жігіт әйелін қамшымен сабап жатыр дейді есігінің алдында ойбайлы. Сөйтсе жағынан өтіп бара жатқан сол ауылдық имам айтады дейді. Ей, әйеліңді сонша сабағаның не? Әйеліңді жазалағың келсе тоқал алды. Сөйтсе анау сабаған тоқтата қойып, молдеке не дейсіз десе астында жатқан әйел, ей, ол оттай береді, оға бермей айтады дейді. Ондай да болады. Ал қазірге қарайын, алдарыңызда астыдан алуатыңызда қойдай ұласын, қуаныштақсыздарға жалғаса берсін. Бүгін міне Сәкен Капкатбе 50 жасқа келіп отыр, 50-де ел жаңа дейді. Ендеше тағы да осы 50-дің тағы біреуін жасасын деп жатырмыз. Тағы да бір Сәкен 50-ге толып отса 69-дан ғой. Негізі мен қанша жерде болдым мысалы, қалай жерде тойға бардым, сонда барлық жердің 69-дан бір бұзық болады. Дегенде шақта құда бала көреді, менімен құрдас 69, сонымен бір әңгімелесіп отырып, Шамил Басаев ана Чечнядағы 69 екен. Шамил Басаев 69 жылға келіп айтып жатса, мә ояқтың 69-ға деген ой дейді. Ендеше сол 69-ға достарын, кластастарын, сыныптастар, Қаппаз мырза, Ләззат ханым, Садық хан мырза, Дамира ханым,
Әмір Сейіт мырза Эльмира ханым және Мұхтар мырза Айша ханымды туғыл шабыла құрмет қошеметпен ортаға шақырамыз және осы топқа балдыздары Нұрбану ханым мен Индира ханымды қосамыз. Келіңіздер туғыл шабыла құрмет қошеметпен. Өздеріңізде бастайық. Бірінші қыздарға, меймандарға бастайық. Индира ханым бастаймыз. Рахмет. Мына көпшілік қауым, бүгін мына бәріміз жақсы иелерінің дастарханына жиналып отырмыз. Себебі туған күні болсын, елу деген ең жақсы жас ер адам. Елдің жаса, Айзада екеуің ұқсастырып өтсіңдер, қазақ көрермендер. Сендердің тек қана жақсылықтарында кетсей, сендердің тойларында қонақ емес, қызмет жасай берейік. Соңында Құдай алға жеткізсін. Барлықтарыңыз жөніңіз болсын, той болсын. Тек біліңіз. Жақсы Al kurmetli Beşiktaş'ım, toylarımız kutlu olsun. Ayşe Melek'in biz uyuda alıp ketkenlerini bileyim, бірақ жылғымыз қалдым десең. Жылы өзі бірінші 90-ның соңы как раз Айзада Алматыға келіп жұмыс істеп жатқан біз үйде жатқан болатын. Түннің бір уақытында Эльмирамен келіп отыр. Эльмирамен Әмір Сейіттің машинасын жуамыз, кеттік дейді. Мен айтам, мен ертең жұмыс, мен бара алмаймын. Айзада сен бар деп қоя алмайсың. Мен түн жағында біз үйден алып кетіп, кейін десіп жатырмыз, тұрмыс топты деп. Сол кезден бастап, Қарағанды Жемпида жүрген кезде Қарағанды бөліп жеп, бір бөлмеде жаттық біз деген. Сондықтан барлық қызықшылықтарында, барлық тойларында бірге болайық. Дентерің сау болсын, көзге көрінген оташқаның қызығын көріңдер. Әрқашанда осындай достарының алдында дастархандары кең болсын. Бұл екі кісінің досы, біздің де досымыз. Сондықтан сіздердің де тойларыңыз. Бір кісілер айтады, мен әлі жаспын, 4 ай бар, 5 ай бар деп. Мен әйтеуір 6-9-дың басы бастап тойлап жатыр екенсіздер, тойларыңыз құтты болсын. Тойдан тойға жете беріңіздер. Ассалаумағалейкум, тойшылығым. Құрметті ауылдан келген туыс бауырлар, адамдарыңызға қойып өтсін. Керемет бір әлем болып отырғыздар жарасын болып. Елдеріңіз сау, ақ жол сіздерге рахмет. Алын сәге айналайын. Елдің қырқасына да кеп қапсын. Саған өзіміз ырзамыз. Елі ұранын бір тұрып қартпай, сен енді 100-ге баратын жарсын деп ойлаймыз. Молодец. Елдің лидерде пример көрсетіп достарға қандай тамаша аңсаған армандарды орын атқарып келе алсын. Бұдан керемет оқуға түсіріп, оның аңсаған армандарды, оның арман қызықтарына қоя болайық. Дендері сау болсын, аңсаған арман орындалсын. Айзада саған да рахмет. Мұнда алғыс шексіз бәрімізге. Денсаулық тілеймін. Рахмет. Ал құрметті көпшілік қауым, тойшыл қауым, бүгін мен Сейілбек деген красавчик қайның планым болып жатыр. 25 екеуіне келіп жатыр. Міне өте қуаныштымыз. 2019 жылдың басында
біздің достарымыз ішіндегі бірінші елі жылдар. Мына осы тойымыз тойласа берсін, өзінен кейінгі мына достарымыз бәрі жұғысты болсын осындай той. Рахмет, мына жерде өзіне жақын адамдар бәрі басын қосып, Айзада екеуі бір-бірімізді көріп, әле-сәле болып, сен туған күнді тойлап жатырмыз. Сейілбек әрі қайным, әрі досым, әрі ағам деуге болады. Сейілбек өзі бір еркелетіп айтатын сөз бар, ол ешкім білмейді. Сейілбек өзі ғана біледі. Оны мен әжем ғана айтамын сол сөзді. Соны мен туған күнде сұрайды Сейілбек, дәлтай. Мен кішкентайдан бала шағымнан еркелетіп сөз деп. Иә, соны Сейілбек, рахмет, осы сендерге достарымыз бар, осымен туысқандарымыз бар. Неше жылдан бері өмірдің әрбір қызығын, қиындығын, әрбір ерекшеліктерін бірге өткізіп келе жатырмыз ғой. Және соған уже 25 жыл болыпты міне. Өздеріңді танып, осылай өзіңіз күйеуіміз емес, өзіңіз бірге оқығандай болып кеттік қазір. Ең жақын достарымыз осы сіздер. Мақтанамыз біз. Осылай Айзада екеуінің жұптарын жазумен, қосақтарымен қосағар, боташтардың қысымынан тоймай жүре беріңіздер. Құдайқасы немере шөбере шөпшек немере көре беріңіздер. Біз тек қана тілеулеспіз. Осының бәрі еңбектің арқасында, денсаулықтың арқасы, денсаулықтары мықты болып, еңбектерін жана берсін. Әрбір қызықшылықтың осындай қуаныштарының куәгері бола береміз. Енді басталған оны 50 жылда. Осы есте қалатындар, өткізейік Құдай қаласа, тойласа берсін. Тек бақытты болыңыздар. Мына жерде ауылдан кейін келген үлкендер, әпкелеріміз, рахмет сіздерге. Әрдайым осылай жақсылыққа тойға келе беріңіздер. Елге досыңыз тимей қапты, оңай-оңай сәлем айтасыз. Ұмытып қалып, 10 жыл өмір береді ол кісіні. Құдай қаласа, қосақтарыңызбен қосағанып сіздерге. Осылай екі жолды, орта жолды қысқартып, тек қана тойға жақсылыққа келе беріңіздер. Ауылдарыңызға тек тойға барайық, біздер бәрі тақса осындай той жақсы болсын. Жақсыға өткізейік, бақыт болыңыздар, бақыттарыңыз. Ал мынау Сейілбек, бүгінгі туған күнің құтты болсын, денің сау болсын. Мынау өсіп отырған ботақандарың бар, Айзада екеуің ботақандардың қызығына тоймай, бір жастық артайынған дастархандарын тек қана жақсылыққа жайылсын. Негізі Айзада сенде арман жоқ, сен экологически чистый күйге дейін ғой. Басқамыздың бәрі қартар ойлады, арақ ойлады, ішті темекі шектік, налеғына право бастық. Тіпті жүшет жеті деймін, мағамез арман түтінен көріп, бақыттысың негізі. Бір маршруттасы ма? Бақытты болыңыздар, ауылдан келгендер, жүрген адамдарыңызға гүл болсын, аман болыңыздар, отбасыларыңызда қызықты қуаныштар болсын сіздердің. Барлығыңыз деніңіз сау болып, елдің бұдан әрі жоғары сақаларына жоғарылай берейік бәріміз. Аман болайық. Әдемі қартайыңдар, отанның қызығына тоймай, қуанышы тоймай, жүре беріңдер, аңсаған армандарыңа жетіңдер. Өзіңізге қандай жақсы тілесек, сіздерге соны тілейміз. Атыстыңдар, алға шығайын. Жиналған қауым бүгін мынау бір сөзімін сонау ауылдан келген азаматтарға, ағаларымызға, әпкелерімізге, інілерімізге, жеңгелерімізге арнайы. Сонау жерден осы Сейілбектің 20 жасы мерейтойы деп келген адамдарымызға сіздерге көп рахмет. Келген адамдарыңызға гүл берсін. Осындай бәрі жұмыста бола берсін. Ал сізге кеше осы бір жұма бұрын ғой, маған Сейілбек осындай. Немен жазып отыр ғой деп, осындай болып қалды. Бір қуамын жасайын деп жатырмын дейді, қанша десе 50 дейді. Мен білем що Сейілбек 50, одан кейін артынан соңында мен 50-ді қош депті мен өзім шыны керек. 50 деген мен үшін бар катастрофа ғой. Оның жаңағыдай қош депті да, ой бір мен неге қаптым ғой дедім де, айтар шыным жоқ. Ал осым 50
кешікпестен тағы екінші немесін жасады. Ары қарап өмірің ұзақ бола берсін. Мына енді семьяларына бақыт тілеймін, Айзадармен жақсы өмір өтесін. Екеуміз ауылда көршіміз, бір-бірімізге қалмаймыз, Алматыда көршіміз де осы мегаполисте екеуміз көршіміз. Қалмаймыз. Ұрсамыз, төбелесеміз, қалмаймыз. Бір шайымызды бөліп ішсек болмайды. Осындай досымнан, осындай Айзадар, мынау кейіндене береді адамдар. Өз жақсы адамдар жаңа айтып жатыр ғой, әлекең жақсы айтып жатыр. Оригиналдар ғой. Мынау жаңғыда қызымыз, өзімнің қызым. Міне осы қысқысында тоймай, аман есен жүргендер айналайындар. Осындай айтты ғой, осындай тойларға жете берейік. Алдан кейін әпкелер, қонақтар, ағайлар, барлықтарыңыз көңілді қуанышты біріншіден ауылдан шақыртып келіп жатсыздар, сізге үлкен алғыс күнім бар. Сейілбекке деген құрметтеріңіз, Сейілбекке деген сонша жылғы еңбегінің несі қорытындысы деп білемін. Ал Сикобай досым, 2.25 құтты болсын, ең сау болсын. Көп үлкен кісілер барлығы тыңдауды сөздерін айтып кетті, достарым көбейе берсін деп. Бұл ең үлкен сөз, достарым көбейе берсін, азаймасын достар. Ортамызда күле жайнап жүре бер, көздерін қарашығы ботаның қызын көре беріңдер. Мен Сейілбектің бір қасиетін айта кетейінші, Сейілбектің бір несі барлықтарыңыз білесіздер еді, барлықтарыңыз бастан өткен шығар Сейілбектің қарындасы. Ол жаңағы болған ситуацияда қорсып кіспегін айта салады, бетің бар түсің бар демейді. Ол дұрыс па, бір артынша бірден кешірімді өз кез келген нәрсе кешіре берген азамат өзі. Ол болған нәрсе сол жерде қалып кетеді. Жаңағыдан ашу шайрама кеше дейді ғой. Сейілбек сол қасиетке өзім риза болған деген артындай қазбаламайды, шұғыламайды, айтқан жерде қалады. Сейілбек одан кейін тек қана менің досым, лишний собственный Демек бала ойнайды, басқа ешкім келмейді. Басқа апырағы жоқ. Ал жаңадан елдерің сау болсын. Айзадаға рахмет, өйстіп, осымызды көтермелеп, ортамызда жаңағы басшы болып жүрген. Барлықтарыңызға үлкен алғыс. Ал енді мынау бізге осы кезге келіп қалды, негізі ауылдан келіп Сикобай деймін, жақын шын. Бұл неге барған кезде, неге комиссияға барады ғой, сол кезде соны айтып барған. Кім звондап қойды маған? Сикобай звондайды. Өз комиссияға барған кезде ішпесін кезде звондайды. Бауырым, рахмет, бауырым, ең сау болсын. Ең сау болсын, біздің екеуміздің әкеміз екеуінің досы екенін білеміз ғой. Сенің де әкең әкем досы болған, білеміз. Класстасы. Рахмет, мынау Сейілбектің ең жасына келіп көңілін бүтіп жылайын Qo'sha, qo'g'onimiz bo'sh. Har bir yeringizni o'zingizni. Ha, yaxshi. Bag'ringizga o'sla yaxshi. Tez olib keling. Ауылдан келген қонақтар, келген адамдарға үлгерсін. Алыс жолды жақындап жүре беріңіздер, осындай қызықшылыққа келе беріңіздер. Сейілбек, ең 25-ің құтты болсын, емен деп айтсам бір кәдімгі өзіне деген 2-25 жақсы естіледі екен. Осы жасыңа жас болса берін, бота шығатын қызының бәріміз бірге көре берейік, сол қызықшылықты бірге көрсе берейік. Айзада екеуің бақытты болыңдар, жақсы тілектер айтылып жатыр, сол тілектің бәрі Алла құлағына шалына берсін. Барлықтарыңызға осындай той тілеймін. Бәрекелді, мына 25 жігіттің гүлі дейді. Яғни сіз 2 гүлге толған екенсіз, 4 гүлге толтырғызып тұрғы барлығы. Ал енді мына жерде Айзада ханымның сұрауы бойынша конверттеріңіз беріп отырмыз, ұмытып кетпеңіздер. Айзада ханымның сұрауы бойынша бота қыздарына
папасына деген бір тамаша жаңа айтамыз деген әні қазір енді айтқысы келіп тұр екен. Сіздер қандай белден өлең? Менің әкем жақсы адам белден өлең ғой? Вальс. Сіздерге вальс билеуге рұқсат. Қыздар, сіздер де кетіп қалмаңыздар. Бұл вальс халал вальс, әйеліңізбен ғана билейсіз. Өзіңіздің әйеліңізбен ғана билейсіз. Бастайық. даланың сендерсіңдер күйін шертіп айт өлеңін сал әнін дүниенің шамалдығын ән сап тұрып ашатын мұндай халық жоқ әлемде шуақтан нұр шашатын дала санау дана санау ошақ көрген от көрген тәй басса қырдан асса той думан қып өткерген бөліп жеген бір үзім нан көжесінде бөлішкен қызығында қайғысында ән күйменен бөліскен көкжиектен көн асса қызғалдағын гүл ашса айналайын ағайын тойын тойға
мақсаттар бар талай. Кеңейсінші көбейсінші тойларыңыздар қамай.